күйеуім кешкі шайға тәтті пирог пісіріп берші дегеннен кейін бірден фартугымды киіп венчигімді алып кірісіп кеттім. Алдымен ұнға разрыхлитель салып араластырып аламыз, кейін салқын сары майды салып теркадан өткізіп қолымызбен крошка жасап алатын боламыз. Бөлек ыдысқа қантты және жұмыртқаны араластырамыз және осыны біздің құрғақ қоспамызға қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Кейін оны пакетке салып, шамамен 1-2 сағатқа холодильникке қоямыз. 2 сағаттан кейін алып пайдалана беруге болады. Қамырды өте жұқа да және өте қалың да емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Кейін осылай формаға орналастырып, артық қамырды алып тастаймыз және шанышқымен ортасын кесіп шығамыз. Ал қалған қамырдан мен осындай кішкентай печеньелер жасап жіберген болатынмын. Салмасы ретінде курага, изюм және грецкий орехты осылай салып шығамын. Кейін оның үстіне сгущенканы жағып шығатын боламыз. Сгущенканы өте көп қосып жіберудің қажеті жоқ. Себебі пісу барысында біздің қамырымыз көлемін үлкейтеді, яғни көтеріледі. Сол кезде егер сгущенка көп болып кеткен жағдайда, ол сыртына шығып ағып кетуі мүмкін. Сол үшін сгущенканы қатты көп қосудың қажеті жоқ. Менің опытымда ондай болған, сол үшін сіздерге де ескертіп айтып отырмын. Өте дәмді пирог, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап болғаннан кейін осылай кесіп дастарханға қоя берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.